Шыны керек, мен ағылшын тілін басында түсінбейтін. Тіпті мен ағылшын тілін колледжде де, академияны бітірсем де, басымда қарапайым ежелден басқа дым жоқ. Сөйтіп мен садикте 2 жылдай жұмыс істедім, офлайн, онлайн обучениелер сатып алдым, бірақ басым бастап соңына дейін жеткізбейтінмін. Тіпті мен фильм, мультфильм, сериал, подкасттардың бәрін ағылшынша тыңдадым, бірақ ештеңе түсінбейтінмін. Сөйтіп жүргенде мен ағылшын тіліне деген мотивациям өшті, өзіме деген сенімсіздік пайда болды. Бұның бәрі мен ағылшын тілін қиындатып, дұрыс емес методикада оқып жүргенімді түсінгеннен мен басқа методика мен фишкаларды қолданып бастадым. Бұл метод фишкаларды мен қолданбағанда әлі де садикте жұмыс істеп жүрер едім. Осы проблеманы шешкен соң мен садиктен жұмыстан шығып, жоғарғы жалақыдағы жұмысқа кіріп, қосымша репетитор болып бастадым. Маған өзімнің ағылшын тілі мамандығым мотивация беріп бастады. Тіпті мен фильм, интервью, подкаст, мультфильмдердің бәріне разбор жасап үйрендім. Егер де сіздерде осы методикамен, осы фишкалармен ағылшын тілін оқығыңыз келсе, онда мен дайректіме жазып кеттіңіздер де тегін 15 минуттық разбор алыңыздар.